сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп видеоға лайк басып кетейік. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Түбір мен қосымшаның жазылуы. 36-шы тапсырма: өлеңді тыңда. Түн. Ұясына күн батып, айналаны түн басты. Дала мүлгіп балбырап, жым-жырттыққа ұласты. Біз үйге беттедік, енді әткеншек теппедік. Ойнасақ та күн ұзақ, құмарына жетпедік. Түнде тыныс аламыз, тез-ақ ұйықтап қаламыз. Жалғасына ойынның түсімізде барамыз. Өлең неліктен түн деп аталған? Өйткені өлеңнің мазмұны түн туралы айтылғандықтан өлең түн деп аталған. Балалар түнде неге әткеншек теппейді? Өйткені түнде әткеншек тебетін болса, қараңғыда көрмей құлап кетуі, бір жерін жарақаттап ауыртып алуы мүмкін. Түн мезгілін күндізгі уақытпен салыстыр. Күндіз күн жарық, күн жылы болады. Түнде күндізге қарағанда күн салқындау және қараңғы болады. Түнде жұлдыздар көрінеді, ал күндіз күн аспанда жұлдыздар көрінбейді. 37-ші тапсырма: мәтінді қатесіз әрі көркем жаз. Күндіз күн шығады, ол айналаға нұрын шашады. Жер беті жап-жарық болады. Шығармашылық үзіліс. 38-ші тапсырма: пішіндерді сәйкестендіріп өлең құрап жаз. Елеңдеп құлағы, бөкеннің лағы, еліріп тұрады көреген қырағы. Жазған өлеңде қарамен берілген сөздің түбірін тап. Бұл өлеңдегі қарамен берілген сөз құлағы, лағы. Құлақ түбір, ағы дегеніміз бізде қосымша. Лақ түбір, ғы қосымша. Түбір сөздің соңғы дыбысы неліктен өзгеріп кеткен? Өйткені түбір сөзге қосымша жалғанғанын себепті соңғы буыны өзгеріп кеткен. 39-шы тапсырма: ребусты шеш. Ребустың жауабы қараша. Осымен сабақ аяқталды. Видео сендерге түсінікті болған болса, каналға лайк басып тіркеліп кетеміз, және түсінбеген тапсырмаларың туралы жазып кетсеңдер, мен сендерге міндетті түрде жауап беретін боламын.